Саламатсыздар ма? Бүгін кешегі бастаған элементар күкірт алу тақырыбын жалғастырамыз. Қарастыратын сұрақтарымыз кешегідей: жағу процестері, жалынды жағу, органикалық материалдарды каталитикалық жағу және каталитикалық тотықтыру және ыдырату. Кешегіде айтылғандай, мұнайға серік газдардан және табиғи газдардан күкіртті алу процестерінің ішінде ең көп қолданылатыны Клаус процесі. Клаус процесі екі сатыда өтеді. Бірінші сатысы термиялық саты, реактордың жандыру бөліміне ауаны стихиометриялық мөлшерде бере отырып күкіртті сутекті жоғары температурада жағуға негізделген. Екіншісі каталитикалық саты. Мұнда активтелген алюминий оксидіне екі сатылы жүргізіледі. Соның нәтижесінде күкіртті сутектің конверсия дәрежесі 95%-ға дейін жетеді. Қышқыл газдардағы күкіртті сутек концентрациясы процесс таңдауда анықтаушы фактор болады. Күкірт сутектің мөлшері тазаланатын газдан бөлінетін қышқыл компоненттер қоспасының 50%-ын және одан жоғарысын құраса жалынды жағу схемасы таңдалады. Жалынды жағу схемасында реактордың реакциялық камерасында күкірт сутектің күкіртке айналу дәрежесі 850-1100 градус Цельсийге дейін жететін температураға байланысты және максималды потенциалдан 70%-ға жетеді. Топкадан шығатын газдарда күкірт пен су буларынан басқа күкірт сутек пен карбонатты күкірттің диоксидіне қатынасы 2:1 қатынаста, күкіртті сутек күкірт оксиді мен күкірт карбонатының және азот пен көміртегі диоксидінде болады. Жану өнімдері реактор генератордың генерациялық бөлігінде салқындатылады. Жылу 0,4 мегапаскаль қысым астында күкірт құбырларын жылытуға қолданылатын су буын алуға шығындалып отыратын біздер ескеруіміз керек. Сонымен қатар біздер жалынды жағу технологиялық схемасын қарастырамыз. Реактордың реакциялық камерасында күкірт сутектің күкіртке айналу дәрежесі 850-1100 градус Цельсийге дейін жететін температураға байланысты екен жаңа айтып кеттік. Жалынды жағу процесінде ауа оттегісі мен стихиометриялық қатынаста 80-85% көлемдік мөлшердегі қышқыл газдың барлық дерлігі реактор генератор 2-ге жағуға беріледі. Ауа оттегісінің мөлшері қышқыл газдағы барлық көмірсутердің көмір қышқыл газына және күкірт сутектің 1/3 бөлігінің күкірт диоксидіне дейін толық жануын қамтамасыз етуге жеткілікті болу керек. Топкадағы шығатын газдарда күкірт пен су буларының қатынасы 2:1 қатынаста, азот және көміртегінің қос оксиді болатындай етіп жасалады. Жану өнімдері реактор генератордың генерациялық бөлігінде салқындайды. Жылу 0,4 мегапаскаль қысым астында күкірт құбырларын жылытуға қолданылатын су буын алуға шығындалады. Реактордың қазандық бөлігінен шығарылатын технологиялық газ бірінші сатының топқа қыздырғышына номері 3 аппарат келіп түседі және онда қышқыл газдың бір бөлігі барлық мөлшердің 10%-ын құрайтын және ауа беріледі. Араластырғышта араластырылғаннан кейін газ 260-270 градус Цельсийге дейін қыздырылады және бірінші сатының конверторына номер 4 аппарат беріледі. Конверторда газ жоғарыдан төмен қарай катализатор қабаты арқылы өтеді. Катализатор ретінде боксит қолданылады. Күкірт сутек пен оттегі күкірт сутек пен күкіртті ангидрид арасындағы каталитикалық реакция нәтижесінде конвертордағы температура 350-370 градус Цельсийге дейін өсіріледі. Түзіліп жатқан күкірт конденсациясы үшін конвертордан шығарылып жатқан технологиялық газ конденсатор генераторға бағытталады да онда 160 градус Цельсийге дейін салқындатылады. Күкірт сутектің тотығуы мен күкірттің конденсациясы кезінде түзілетін жылу қаныққан су буын алуға қолданылады. Конденсатор генераторда номер 5 аппарат күкірт конденсаторы деп аталады. Ол газдың бір бөлігі бойынша екі бөлікке бөлінген түтін угары типті котел утилизаторға ұқсас. Бір бөлігі бірінші саты конверторынан кейінгі газдарды салқындатуға арналған, екінші саты конверторынан кейінгі газдарды салқындатуға арналған қолданылады. Сұйық күкіртті аулау
номері 2-ші, 4-ші және 8-ші аппараттарда өткізіледі. Бірақ күкірттің ең көп мөлшері номері 6-ші аппарат сепараторда тұндырылады. Сол 6-ші аппараттан реакцияға түспеген газдар қышқыл газдың қалған бөлігімен шамамен 5-8% мөлшерінде және ауамен қоспада 2-ші сатының каталитикалық конверсиясына номері 8-ші аппаратқа беріледі. Конверсияның 2-ші сатысының газы 5-ші аппаратта салқындатылады және күкірт аулағышқа номері 9-ші аппаратқа беріледі. Онда күкірт тамшыларының газдан бөлінуі өтеді. Содан кейін газ қосымша күйдіру пешіне бағытталады. Ол пеште температура 550-580 градус Цельсиймен газдағы оттегінің мөлшері 5-6% болған шарттарда күкіртсутектің толық жануына қол жеткізіледі. Пештен шыққан газдар биіктігі 80 метр болатын мұржаға беріледі де атмосфераға шығарылады. Қондырғыда алынатын күкірт мөлшері потенциалдан 78%-ді құрайды. Соның ішінде 20% термиялық сатынікі, 25% бірінші каталитикалық сатынікі, 33% екінші каталитикалық сатынікі. Технологиялық схеманың модификациялары бірнешеу. Біз сіздерге ұсынып отқаны ең қарапайымы, яғни Клаус процесі әрбір кен орны немесе әрбір кәсіпорын өздеріне қажетті модификациясын таңдап, соны өздерінде алынатын күкірттің типіне байланысты, ол түйіршіктелген ба, ол сұйық күйінде алына ма, немесе ол ұнтақталған күйде ма, немесе кесек күйінде алына ма, соған байланысты аппараттарының санын өзгертіп, технологиялық режимді өзгертіп отырады. Яғни бұл қондырғылар туралы және технология туралы толық мәліметті сіздер ұсынылып отырған әдебиеттерден қарай аласыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.